Жұмыртқаның адам ағзасына берер пайдасы мол екенін бұрыннан ақ белгілі. Ертеде қыз-келіншектер әжімнің көзін жою үшін немесе шаштары қатты болу үшін жұмыртқаны пайдаланған. Ал ер азаматтар жорыққа не шайқасқа шықпас бұрын жұмыртқамен ауқаттанған. Сондай-ақ өз жарақаттарын жұмыртқа басу арқылы жазған екен. Жұмыртқада калория аз. Бір жұмыртқаның құрамында орта есеппен 76 калория ғана бар, ал майлылығы небәрі 10%. Жұмыртқа ағзадағы холестерин мөлшерін төмендетіп, жүрек, жүйке және онкологиялық аурулардың пайда болуына жол бермейді. Жұмыртқаның сапасын жарықпен тексеруге болады. Бұзылған жұмыртқалардың ішінде қара дақтар көрінеді. Оларды тоңазытқышта 2 аптаға дейін сақтауға болады. Бірақ әрбір жұмыртқаны қағазға орап аптасынан 1 рет айналдырсаңыз, олар әлде қайда ұзағырақ сақталады. Егер сіз тек жұмыртқаның ақтығын қаласаңыз, қабықтың 2 ұшын қалың инемен тесіңіз. Ақуыз ағып кетеді, ал сарысы ішінде қалады. Пісірілген жұмыртқаны дереу суық суға батыру керек, әйтпесе қабығынан тазарту қиын болады. Лас жұмыртқаны сумен жууға болмайды. Жұмыртқаны жуу жұмыртқаның нашарлауына әкелетін қабықтың астына тез еңетін зеңінің өсуіне ықпал етеді. Жұмыртқаның ақуызы жақсы тезірек соғылады, егер оларға аздап лимон шырынын немесе бір шымшым ұсақ ас тұзын қоссаңыз, және отырып қалмайды.